Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз сіздермен 10 сыныптың геометрия пәнінен 12-де бірінші есебін талдаймыз. Бірінші есепте бізде АВС-ді А1, В1, С1 тікбұрышты параллелепипедінде А1 5-ге тең, А2 4-ге және А1 3-ге тең дейді. А1 диагоналын табыңдар. Так, біз белгілеуді жүргізейік. Мына жерде мен тікбұрышты параллелепипедті сызып қойдым. А1 менде 5-ге тең. А2 4 және А1 деген бізде биікті ғой, енді барлық қырлары тең болғандықтан менде барлығы 3-ге тең десем болады, барлық қырлары. А1, Д1, С1, В1. Бұл жерде енді бізде табанында тікбұрышты төртбұрыш жатыр. Енді біз ары қарай А1 диагоналы, бұл бізде мынау тікбұрышты параллелепипедтің диагоналы. Мына екі нүктені қосқандағы міне. Енді табайық. Мен біріншіден бізде бұны шығарудың, мысалға мен асы деген табандағы диагоналды тауып алайық бірінші. Мен жерге сызып қояйын. Бізде қандай да бір төртбұрыш. Міне АВ. Міне осылай берілген. Енді мен асын қосуым керек. Жаңа қостым мына жерде. Бізде ады 4-ге тең деді, мынау 5-ге тең деді. Және төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болғандықтан мен осылай жазамын. Енді төртбұрыштың барлық бұрыштар 90 градус қой. Сондықтан мен асыны табу үшін Пифагор теоремасын қолданамын. 5-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты, ол бізде 41. Сонда асы менде түбірасы 41-ге тең. Бұны мен үшін тауып жатырмын. Мына жерде А1 диагоналында мен тікбұрышты үшбұрыштың формуласы арқылы табайын деп жатырмын. Мына жерде 90 градус болады. Енді ары қарай бізде С1 3-ге тең деді ғой. Есептің берілгенде А1, С1 бізде қырлары тең болғандықтан ол да 3-ге тең болады. Енді ары қарай менде А1, С1-ді табамын. Асының квадраты 41. Қосылған С1-дің квадраты ол бізде 9. Сонда 5 түбірасты 2-ге тең екен. Жауап 5 түбірасты 2. Келесі біздегі 12-де екінші есеп АВС-ді А1, В1, С1 бірлік кубындағы А төбесінен келесі жазықтықтарға дейінгі қашықтықты табыңдар деген. Бірінші біз мына жақта мен кубты салып қойдым. Енді А төбесінен, міне А төбесінен келесі жазықтықтарға ВС1 деген ол бізде қай жазықтық? Біз ВС1 жазықтық несі шексіз. Осылай алғымыз бізге ыңғайлы ВС1 жазықтығы осы. Енді осы А төбесінен осы жазықтыққа перпендикуляр жүргізуіміз керек. Ол перпендикуляр мынау болады. Ол А нүктесінен В1 түсуіне дейін де перпендикуляр, және ВС1-ге де А нүктесінен осы түсуге перпендикуляр болады. Сондықтан бізде қашықтық 1-ге тең екен. Бізде басында айтылып бірлік куб деп айтты. Сонда А1-ның ұзындығы бізде 1. Бірінші есеп жауабы. Келесі ВС Т1. Ол бізде қай жазықтық? ВС және Т1. Не ол бізде мына жазықтық? Енді А нүктесінен осы жазықтыққа дейінгі қашықтық. Не ол былай болады екен? Бұл бізде А1 диагоналының жартысы. Мысалы, жерде О деп қойсам. Енді А1 табуымыз қажет. Бер жағында бізде квадрат тұр. Екен бізде куб қой. Квадраттың диагоналы А түбірасты 2-ге тең еді. Бізде қабырға 1-ге тең болғандықтан түбірасты 2. Енді ол А бөлінген 2-ге тең ғой, жартысы. Мен жауабы осы. Сол себепті бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, А1 бізде қашықтық болмайды екені. Ол бізде жазықтыққа перпендикуляр болу үшін, ол бір түсуіне перпендикуляр болса, сол жазықтықтағы барлық түсуге перпендикуляр болу керек. Мына жерде А1 бізде мына жазықтыққа ешқандай перпендикуляр емес. Ол мысалға А1 В1-ге перпендикуляр, оның ол жазықтыққа мүлдем қатысы жоқ. Және А1 Т1-ге перпендикуляр. Ол да бұл жазықтыққа қатысы жоқ. Келесі 12-де үшінші есеп барлық қырлары 1-ге тең. САВС-ді дұрыс төртбұрышты пирамиданың биіктігін табыңдар дейді. Енді бізде бұл дұрыс төртбұрышты пирамиданың биіктігі қайда болады?
міне мына жерде пирамида сызып қойдым. Енді бізде табанында квадрат жатыр, өйткені дұрыс төртбұрышты деп айтқан, барлық қабырғалар тең. Бізде мынау пирамиданың биіктігі, мынау табанда жатқан квадраттың екі диагонал болды, екі диагоналының қиылысу нүктесіне түседі. Есіңізде болсын, бізде квадраттың диагоналдары қиылысу нүктесіне қақ бөлінеді. Ол деген сөз диагоналдар екіге теңдей бөлінеді деген сөз. Мына жерде бір О деп қояйық. Сонда АО мен осы тең. Асы дегеніміз ол квадраттың диагоналы, ол бізде формула бойынша А түбірасты екіге тең, барлық қырлар бірге тең болғандықтан біз түбірасты екіге тең болады. Ал АО оның жартысы. Барлық қырлар бірге тең болғандықтан S да бізде бірге тең. Енді бізде мына жерде тікбұрышты үшбұрыш пайда болып тұр ғой. Сонда біз S10-ды табатын болсақ, ол осы квадрат қосылған квадрат болады. Осы дегеніміз мына екеуі тең ғой. Екеуі теңдей бөлінеді деп айттым. Түбірасты екі бөлінген екінің квадраты S1, бірдің квадраты 1. Так, мына жерде азайту олайды айтпақшы, мен шатасып кеттім. Минус осы квадрат. Так, сонда бірдің квадраты минус квадрат. Өйткені SO бізде катет болады ғой, мынау бізде гипотенуза болады. Енді 1 минус мынаның квадрат 2, 4, қысқартатын болсақ 2-ден 1. 2-ден 1. Сонда SO түбірге алатын болсақ, иррационалдықтан құтылатын болғандықтан түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Сонда бізде жауабы түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Келесі бізде 12-8 есеп, көп жақтың жақтары тікбұрыштары бар, көп бұрыштар болады. Келесі төбелердің арақашықтығын табыңдар. Бірінші, А және С1 төбелерінің арақашықтығын табу қажет. Енді мына жақта мен көп жақты сыздым. Енді бұл жерде бізге А және С1 төбелерін бірінші тауып алайық. А төбесі мұнда, С төбесі міне. Енді бұл бізде аяқталмай қалған куб болып тұр ғой, барлық қырлары тең. Енді осы А және С1 төбелерін қосайық. Енді бізге мынау табаны бар ғой, осы көп жақтың осы табандағы асы төбелерін де қосайық. Неге? Өткенде айтылған, С1 бізде асыға перпендикуляр болады. Міне осы жерде бізде тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Асы1 бізде осы тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы болып тұр. Енді соны Пифагор теоремасы арқылы жай таба саламыз. Асы1 квадраты тең бізде ас квадратқа қосамыз С1-дің квадратын. Не? Енді бізге асыны табу қажет, Асы дегеніміз енді табаны 2 болып тұр ғой. Міне мына жақта 2 болады. Сондықтан бұл жер бізде квадрат. А квадраттың диагоналы А түбірасты 2-ге тең. Сонда А бізде 2 болғандықтан 2 түбірасты 2-ге тең. Қосылған С1 бізде 1-ге тең деп тұр, міне есептің берілгенде. Болмаса мынау диагоналды былай формула бойынша таба алмайтын болсаңыздар, мына жерге кәдімгідей 2, мына жаққа 2-ні қойып, ортасы мына жер бізде перпендикуляр болады ғой. Барлық квадраттың төртбұрышты 90 градус болғандықтан асыны Пифагор теоремасы арқылы таба салыңыздар. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Сонда Асы1 квадрат тең болады. Мына жақта 4, 8 қосылған 1. Сонда 9-ға тең болады, Бізге Асы1-дің өзін табу қажет. Оны біз мына жақта түбірге аламыз, сонда 3-ге тең екен. Асы1 бізде 3-ге тең. Келесі есеп, мен мына жақта өшірдім. Жаңағы керек емес заттарды. Так, Әсі бізде А және Д1 түзулерінің арасындағы қашықтық. Біз ол төбелерді тауып алайық. А және Д1. Так, ол бізде қайда? Так, А және Д1. А бізде мұнда. Одан кейін Д1 бізде мұнда. Енді осы екі төбедегі қашықтықты табу қажет. Ол үшін біз нені білуіміз қажет?
мен мына екеуін біріктіремін. А1-ді қосамыз. Және мына жақта Д1-ді қосуымыз қажет. Енді мына жақта қосқанда ол қазір мен көрінбей қалуы мүмкін, дұрыс. Бірақ сіздер қосып көріңіздер сызып. Сол кезде бізде бір тіктөртбұрыш пайда болады. Мына жерде бізде В-да 2 деп жазылып тұрған екен. Енді мына А1-ді қосасыздар және Д1-ді қосасыздар, сол кезде сіздерде бір тіктөртбұрыш пайда болады. Оны мен сызып көрсетейін. А1А, Д1. А1-Д1 бізде 2-ге тең. Өйткені мына мен мынау тең, және мына мен мынау тең. Сонда бұл 2-ге тең. Ал бізге табу керек осы А мен Д1-дің ара қашықтығы. Осы ара қашықтығы табу керек бізге. Мына жер бізде перпендикуляр. Енді оны табу үшін бізге А1 табу керек. А1 деген мынау жақ қой. Так, А1 деген мына жер бер жақ екен. Осы жердегі осы түзудің ұзындығын табу қажет. Оны біз қалай табамыз? Мен мынаны толықтай былай сызып көрсетейін. Осылай сызып көрсетейін. Мына жаққа. Біз өйткені толық емес қой. Так, мына жақты бір әріппен ала салайын. Мысалға, бұл жерде жоғары бір Е әрпі болсын. Мына жерде А тұр, А1 тұр, мына жерде В1, мына жерде В. Біз мына А мен А1-дің ұзындығын табу қажет. Ол бізде АЕ қаншаға тең? АЕ, А1 бізде барлығы 2-ге тең, АЕ оның жартысы, сонда 1-1-ге тең. А1-де бізде барлығы, А1 емес, Е1 бізде барлығы 2-ге тең, ал Е мен А1 бізде 1-ге тең. Бұл жерде 90 градус болады. А1-ді Пифагор теоремасы арқылы таба саламыз. 1-дің квадраты, қосылған 1-дің квадраты, ол бізде 2-ні береді. А1 деген сонда түбір асты 2-ге тең екен. Мына жер түбір асты 2-ге. Енді А1 табамыз. Сонда түбір асты 2-ның квадраты 2, ал мынаның квадраты 4. Сонда жауабы 6. А1 менде түбір асты 6-ға тең. Мына квадраттан құтылу керек қой соңында. Түбір асты 6-ға тең жауабы. Келесі Б-сы А және С2 төбелерінің ара қашықтығын табу қажет. А және С2. Ол міне А және С2. Бұл төбелердің ара қашықтығын бірден тапу үшін біз мына екі жақта мен түзу жүргіземін. Қырмен түзу жүргіземіз. Бұлай. Және мынаны осындай бір екі түзу аламыз. Біз бірден таба алмаймыз ол қашықтықты, өйткені екеуі әртүрлі жақта орналасқан. Ол үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз, біз басқа да бір әдістерді қолданып таба аламыз. А2. Енді мынау бізде мына жерде мен бір Е әрпінде белгілеп қояйын. Сонда бізде мынандай бір тіктөртбұрыш пайда болды. Ұзындығы келген. Д2, С2, А және Е деген. Міне осындай түзу бізде пайда болды. Олар бізде барлығы 90 градустан болады, перпендикуляр болады мыналардың барлығы. Енді бұлардың бізге міне тап деп жатқан мынау А2 төбелерінің ара қашықтығын. Ол үшін бізге табу қажет біріншіден Д2, С2 немесе мына жақта АЕ, А1. А1 бізде қаншаға тең? А1-ді көріп тұрсыздар. Так, А2 көріп тұрсыздар. Ол бізде мынау фигураның шеті, барлық жағы 2-ге тең екен. Барлық жағы 2-ге тең, оны квадрат екен. А квадраттың диагоналы болып тұр, А2 деген. Сонда бізде ол болады, бізде диагонал А түбірасы 2-ге тең ғой. Сонда 2 түбірасы 2-ге тең. Бағана айттым, егер шығара алмайтын болсаңыздар, Пифагор теоремасы арқылы мына жерде 90 градус болады. 2-ның квадраты қосылған 2-ның квадраты тең А2-ның квадраты деп шығарсаңыздар болады. 2 түбірасы 2-ге тең. Келесі, енді АЕ қаншаға тең? АЕ маған. Жерде ғой. Барлығы 2-ге тең, АЕ оның жартысы, сонда 1-ге тең. Жақта 1-ге тең. Мынау да 1 болады. Тіктөртбұрыш болады бізде. Қарама қарсы қабырғалар тең. Енді А2-ні табамын. Квадраты тең. 2 түбірасты 2-ның квадраты қосылған 1-дің квадраты тең. 2 түбірасты 2-ның квадраты ол бізде 8. Қосылған 1.
сонда 9 болады, иә. Сонда асы 2 менде тең 3-ке. Міне бұл бізде В есебінің жауабы. Келесі В-сы, В және Д1 төбелерінің арақашықтығын табу қажет. В бізде мұнда тұр, Д1 мұнда тұр, иә. Ол үшін кішкене толықтырайын мен. Мінекей. Және мына жақты былай қосайын. Осындай бір куб пайда болды. Енді қазір мынаны өшіріп тастайын мен. Кедергі жасап тұр. Енді осы жерге қараймыз, В1-ді мен біріктірейін. Осы төбенің. Бұл бір жағынан бір кішкентай куб болып тұр. Соның бір диагонал болып тұр ғой. Былай қарағанда. Осылай қосатын болсам, біз бұны қалай табушы едік? Біз міндетті түрде табанына диагонал жүргізетін едік. Міне, ана жақта қырының ұзындығы бар. Қырының ұзындығы ар жақта мен бір әріппен белгілеймін. Мысалға F болсын, иә. Сіздерге көріне ма, мен ар жаққа қайтадан сайын. Мысалға былай тұр. Д1F ар жақта қыр болып тұр, ұзына тұрған. Келесі В ол бізде мынау табандағы квадраттың диагонал болып тұр. Ал мынау В1 осы кішкентай ғана кубтың диагонал болып тұр. Осы бізге табу керек. Мына жер бізде 90 градус қой, мен мынанда сызып қойдым. Енді түсінікті деп ойлаймын. Енді ары қарай табайық. BF бізде қаншаға тең? F1 бізде қаншаға тең? F1 бізде 1-ге тең. Өйткені ар жақта көрсетіліп тұр барлығы. Өйткені қырлар тең. Ал бізге BF-ті табу қажет. Енді BF-ті табу үшін мен мына жаққа сіздерге түсінікті болсын сайын табандағы фигураны. Ол мына жақта E, F, S, V. Бағана айтқанбыз, иә, 2-ге тең, барлығы мына жақ жарты-жартыдан 1 болады. Ал EF бізде 2-ге тең. Мына жақтар тең. Енді BF-ті табу қиын емес. BF 2-ның квадратына қосамыз 1-дің квадратын. Сонда бізде 5 болады екен, иә? Бізде BF 5-ге тең. BF түбірасты 5-ге, BF квадрат 5-ге тең, BF бізге түбірасты 5-ге тең. Енді мына жаққа жазамын. Енді DF-ті, D1-ны табу қиын емес. Ол дегенім, мынау түбірасты 5-дің квадраты 5, қосылған 1. Сонда 6-ға. Ал D1-в бізде тең болады екен түбірасты 6-ға. Міне жауабы, В есебінің жауабы. Келесі бізде табу керек соңғы есеп, Г есебі, В және D2 төбелерінің арақашықтығы. Енді мен тез мына жақта салдым. Сіздер әдемілеп соғып сызыңыздар. Так, В, D2. Олар бізде мына, егер мына мен толықтыратын болсам, біз егер мына кубты толықтыратын болсақ, бұл V2 бізде таза осы көп бұрыштың диагоналы, немесе осы кубтың диагоналы болады. Так, осындай. Осы V2-ның арақашықтығын табу қажет. Тура бағанағы тәсілмен осындай тікбұрышты, үшбұрышты аламыз. Міне, енді көрінген жақ бұл жерде тікбұрышты, үшбұрыш. Енді оны сайын так, D2 мына жақта V. D2 бізде 2-ге тең. Ал мына жақтағы DV ол бізде табанында жатқан шаршының, квадрат, шаршының диагонал болады. Ол бізде 2 түбірасты 2-ге тең. Бағанадан бері шарып жатырмыз. Енді бізге D2 V-ны табу қажет. Квадраты болады. Мынаны квадраттасақ бізде 8 қосылады. 2-ның квадраты 4. Сонда 12. Ал түбірасында 12. Ол дегеніміз 4 көбейтілген 3 қой. Сонда жауабы 2 түбірасында 3 екен. Міне біздің есебіміз аяқталды.